Сәлем достар! Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, өте әдемі пончиктардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға ұнды ситадан өткізіп саламыз. Оның үстіне дрожж саламыз, яғни ашытқы. Оның үстіне жылы сүт. Кейін үстінен бір жұмыртқаны саламыз. Ертілген сары май құямыз. Ең соңынан тұз және қантты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Алғашқыда мен барлығын венчикпен араластырдым. Кейін қамыр бола бастаған кезде қолмен жақсылап араластырып шығу керек. Бізде осындай қолға кішкене жабысқақтау қамыр пайда болуы керек. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз 2 есе көтерілуі керек. Дайын болған қамырымызды ұн сеуіп жақсылап оқтаумен жайып шығамыз. Жайып болған қамырымызды дөңгелек формамен барлығын кесіп шығамыз. Менде мұнда қолданғаным стакан. Егер сіздерде пончиктің ыдысы болса, онда сонымен қолдансаңыздар болады. Дайын болған дөңгелектеріміздің ортасын вопипайдың насаткасы арқылы орталарын кесіп шықтым. Осы кезде сұйық майды қыздырып қою керек. Ол қызығанша пончиктердің бетін жауып қоямыз. Сұйық май қызығаннан кейін барлығын бір-бірлеп салып шығамыз. Біздің пончиктарымыз тез піседі, сондықтан оларды қарап қою керек. Жайлап қызара бастаған кезде екінші жағына ауыстыра бастаймыз. Солай барлығын жақсылап пісіріп шығамыз. Міне, осылай біздің пончиктарымыз қызарып әдемі болып пісуі керек. Кейін осы пончиктарымызды әсемдейтін боламыз. Мен барлығын шоколадқа малып шықтым. Бұл жерде кез келген шоколадта бола береді. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Каналымызға подписаться етіп, қасындағы қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Ең осы пончиктардың беттерін қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен мында ақ шоколадпен узорлар салып шықтым. Қалауларыңыз бойынша посыпка сепсеңіздер болады. Пончиктарды шоколадпен әсемдемей, жай ғана қант ұнтағымен, яғни сахарная пудрамен әсемдеп шықсаңыздар да болады. Сонымен біздің пончиктарымыз дайын. Олар өте нәзік, дәмді болып шығады. Бізбен бірге дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар.